Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айсұлу. Таңғы асқа өте пайдалы грануланың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен сары майымыз 82% болуы керек. Ертіп аламыз. Ерігеннен кейін газдың астын өшіріп, балды қосып, балды да ертіп алатын боламыз. Осылай біркелкі етіп, араластырып тұрып ертіп аламыз. Ерігеннен кейін какао қостым. Жарты ас қасық қоспасаңыздар да болады. Осылай араластырып аламыз жақсылап. Түйіршіктері кеткенге дейін. Енді Геркулес осылай 20 минут қайнайтын жақсысын алып, салып араластырамыз. Менде бұл жерде осы бір упаковка Геркулес кетті. Жақсылап араластырып алғаннан кейін пісіретін ыдысымызға салып, біркелкі етіп жайып, 170 градус қызып тұрған пеште 30 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Бірақ айта кететін жайт, 30 минут ішінде әр 5 минут сайын алып араластырып отырамыз. Өйткені күйіп кетуі мүмкін. Енді арасына қосылатын дәндерді, кез келген дәндерді алсаңыздар болады. Мен бұл жерде осы грек жаңғағын алдым. Майдалап турап аламыз. Негізі блендермен езудің қажеті жоқ, өйткені тым майда болып кететіндіктен. Осылай қолмен турап алған дұрыс пышақпен. Каналымда шығып отыратын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде менің каналыма дәл қазір тіркеліп алыңыздар. Менің каналымнан басқа да қандай рецепттерді көргіңіз келеді, комментарий бөлімінде қалдырып кетіңіз, мен бәрін оқитын боламын. Осылай майда етіп турап аламыз. Мен бұл жерде өрікті және де мейіз, асқабақ дәндерін қосқан болатынмын. Сіздер кез келген дәндерді алып қоса берсеңіздер де болады. Әр 5 минут сайын алып, осылай шетінен ортасына қарай араластырамыз. Шеттері, беттері күйіп кетпес үшін осылай араластырып тұруды да ұмытпаңыздар. Пешімізден әр 5 минут сайын алып, ортасынан осылай шетінен ортасына қарай араластырып отырамыз. Шеттері, беттері күйіп кетпес үшін міндетті түрде солай жасауды ұмытпаңыздар. Құрғап шыққан кезде дайын болды деген сөз. Осылай бізде құрғайды. Енді осыған дәндерімізді, жаңғақтарымызды салып араластырып аламыз, және де сақтайтын ыдысымызға салып қоямыз. Мен пластик ыдысқа және де банкаға салып сақтап қойдым. Осылай араластырып салып алатын боламыз. Бұл грануланы кез келген сүтпен, айранмен, йогуртпен жесеңіздер болады. Таңғы асқа өте дәмді әрі тойымды. Көпке дейін қарныңыз ашпай, энергияға толы болып жүресіздер. Мен бұл жерде айранмен ұсындым. Балаларға да өте қатты ұнады. Кішкентай балалардан үлкен ересектерге қатты ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.